Бұл нағыз қырғиқабақ соғысына ұқсайды. ақш пен Ресей арасында ядролық қару риторикасы айтыла бастады. Одан Путин қауіптеніп отыр, үкіметі абыржыған. Түсіндірейін. Сонымен Трамп тағы да Путинге ренжіді. Бұл жолы Будапештте кездесе алмаған үшін. Көптен бері жоспарланған екі жақты кездесу соңғы сәтте болмай қалған. Содан кейін Трамп тағы да ашуға мініп, әлеуметтік желіде жазба жариялады. Ол былай дейді: ақшта кез келген елден көп ядролық қару бар. Менің бірінші президенттік мерзімімде біз оны толық жаңарттық. Ресей екінші орында, Қытай үшінші, бірақ 5 жылда бізбен теңесуі мүмкін. Сондықтан мен қорғаныс министрлігіне ядролық сынақтарды дереу бастауға бұйрық бердім. Бұл жазба Трамптың өз платформасы Truth Socialда 2025 жылдың 30 қазанында жарияланды. Бір қызығы, ол Ресей мен Қытайдың қандай сынақтар өткізгенін нақты айтпаған. Тек бізге белгілісі, Ресей ресми түрде соңғы рет 1990 жылы ядролық қаруын сынаса, ал Қытай 1996, ал ақш 1992 жылы сынаған болатын. Энергетика министрі Крис Райттың айтуынша, Трамп айтып отырған кәдімгі жарылыс емес, субкритикалық сынақтар, яғни ядролық жарылыс болмайды, тек құрылғының басқа бөліктерін тексеретін тәжірибе өткізілмек. Сарапшыларда Трамптың шынайы ядролық жарылыс жасамайтынын айтады. Себебі егер ол соған барса, өзінің ең үлкен арманы Нобель бейбітшілік сыйлығын алу мүмкіндігінен бір жол айырылады. Бірақ Трамптың дәл осы мәлімдемесінен кейін Ресейдің қауіпсіздік кеңесі аса қауіптеніп отыр. Біз айтып отырған кеңес мынау. Путин күтпеген жерден сұрақ қойып еді, қорғаныс министрі Белоусов дайын жауаппен шықты. Ол 4 минут бойы қағаздан оқып, ақштың жаңа қаруларына шағымын айтты. Вашингтон стратегиялық қаруларын күшейтіп жатыр, деді ол. Мысал ретінде америкалықтардың Сентинель баллистикалық ракетасын және Колумбия атты жаңа сүңгуір қайығын атады. Бірақ екеуі де тек 2030 жылдары ғана дайын болады. Ал оның репликасына жауап ретінде Путин тағы бір қауіпін айтты. Ол ақштың Dark Eagle ракеталары Еуропада орналастыруы мүмкін. Егер солай болса, Мәскеуге дейінгі ұшу уақыты бар жоғы 7 минутқа қысқарады, ал гипер дыбысты қару болса, небәрі 5 минутта жетеді. Оның сөзінше, бұл Ресейдің ұлттық қауіпсіздігіне ең үлкен қатер. Алайда қызығы, қауіпсіздік кеңесіндегі шенеуніктердің бәрі сол күтпеген сұрақтарға алдын ала дайындалып келген сияқты. Сондықтан бұл жағдай шын алаңдаушылықтан гөрі алдын ала қойылған саяси спектакльге көбірек ұқсап кетті. Соңғы кездегі ақш пен Ресей арасындағы ядролық риторика фабуласы осындай. Ал өзекті жаңалықтарды біле жүргіңіз келсе, арнаға жазылып лайк баса кетіңіз.